Мектеп жастардың талантын шыңдап, даналардың түлеп ұшатын орны. Ұлттың рухани байлығы білімінде болса, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдарынан бастап, Орал қаласында қазақ тілді қала тұрғындарының сұранысына сай, қазақ мектептерін көбейту мәселесі басты назарда болатын. 1999 жылы 16 тамызда Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы әкімінің номер 176 шешімі негізінде инновациялық үлгідегі номері 42 Ақниет гимназиясы өз жұмысын бастады. Гимназияның алғашқы директоры болып, Орал қаласындағы алғашқы қазақ мектептерін ашу жұмыстарының басы қасында болған білікті педагог Бахишева Светлана Меңдіғалиқызы тағайындалды. 2006 жылдан бастап гимназия директоры болып, жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Темірғалиев Ерік Жылқыбайұлы қызметке тағайындалды. Номер 42 Ақниет гимназиясы негізгі іргетасы 1999 жылы қаланған. Сол жылдан бері қарай қаншама мыңдаған оқушыларға білім, тәлім тәрбие беріп келе жатырған бірден бір қара шаңырақ болып есептеледі. Қазіргі таңда гимназия оқыту мен ұлттық тәрбие беру үрдісі арқылы табысты зияткер тұлғаны қалыптастыру бағытында жұмыс жасайды. Осы салада 190-ға жуық педагогтарымыз бар. 2300 оқушы білім алады. Жалпы қалалық, облыстық, республикалық білім беру жүйесіндегі гимназия интеллектуалды зияткер оқушыларды тәрбиелеуде, тәлім тәрбие беруде, алдыңғы қатарлы халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде түрлі шаралардың, ғылыми олимпиадалардың, пәндік олимпиадалардың бағытында табысты жұмыс жасап келе жатыр деп айтуға болады. Негізгі біздің назар аударатынымыз балалардың сыни ойлауға, құзыреттілігін дамытуға, ұлтжандылық бағыттағы құзыреттілігіне жан-жақты мән беретін боламыз. 2012 жылы 1 қыркүйектен бастап гимназия Орал қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 20 қыркүйектегі номер 2354 қаулысы негізінде 1200 орындық типтік мектеп үлгісіндегі жаңа ғимаратқа көшірілді. Гимназия ғимаратының барлық үй-жайларының жалпы алаңы 15262 шаршы метр, ал жұмыс алаңы 10500 шаршы метр, жер телімі 3700 гектар. Мектеп ғимаратында 32 оқу кабинеті бар. Соның ішінде жаңа модификацияланған пәндік кабинеттер, 2 биология, 2 физика, 2 химия, 2 информатика, 2 Еленин кабинеті, 1 IT сынып. Сонымен қатар оқу өндірістік іс шеберхана, би залы, спорт зал, спорт алаңы, 20 орындық оқырман залы бар кітапхана, 320 орын көрерменге арналған акт залы мен 400 орынға арналған асханамен қамтамасыз етілген. Гимназия 2014, 2020, 2024 жылдары қала мектептері арасында үздік танылып марапатталды. 42-ші Ақниет гимназиясы марапатталады. Мен 42-ші Ақниет гимназиясы 2002 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Гимназия негізі 1999 жылы тамыз айында ашылған болатын. Инновациялық бағытта гимназия болып. Сол гимназия 2003 жылы директорының тәрбие жөніндегі орынбасары, 2005 жылы директорының оқушы жөніндегі орынбасары, 2011 жылдан директордың ғылыми әдістемелік іс жөніндегі қызмет атқарып келемін. Енді бүгінгі таңда гимназиямыз салыстыра кетсек, бұрынғы гимназиядағы кезеңмен ол кезде оқушылар іріктеп алынған болатын, және де оқушы саны аз болды. Осы мектепке көшкен кезде біздер 600 оқушы 59 мұғаліммен келген болатынбыз. Бүгінгі таңда мұғалім саны 184 және оқушы саны 2300-дің үстінде. Педагог зерттеуші саны 66 мұғалім,
1 педагог шебер және 35 педагог зерттеуші қызмет етіп отыр. Бүгінгі күнгі жетістіктеріміз айтарлықтар бар. Соның ішінде оқушыларымыздың халықаралық Жолдасбеков атындағы ғылыми зерттеу математикалық бағытта күміс медаль алып келгені 2-ші орын, және оқушыларымыздың республикалық облыстық кезеңдегі ғылыми жоба мен олимпиадаға қатысулары негіз болыпты жетістігімізге. Соның нәтижесінде былтырғы оқу жылының қорытындысы бойынша 2023-2024 оқу жылының қорытындысы бойынша гимназия қалалық рейтингте 1-ші орынға ие болды. Мен Шаталов Ақкенже Науанқызы, номері 42-ші Ақниет гимназиясының көркем еңбек пәні мұғалімімін. Негізгі осы 25 жылдық еңбек стажымды ең алғаш Ақниет гимназиясының 1999 жылдан бері ашылған сәтінен бастап жұмыс жасап, осы Ақниет гимназиясының өркендеуіне үлесімді қосып, осы уақытқа дейін балаларға білім беріп, тәлім-тәрбие беріп, осы салада қызмет атқарып жүрмін. Биігіне жетелеген мерейім өзіңменен өседі екен, атыңнан айналайын ақ ниетім, шәкіртің сені мақтан етеді екен. Нұрбат Қалелқызы Батырғалиева 2008 жылдан осы уақытқа дейін Ақниет гимназиясында қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалім болып жұмыс атқарып келдім. Осы оқу тәрбие жұмысында көптеген тәжірибелер жинадым. Бұрынғы уақытта емес, қазір заман талабына сай өзгерістер көп білім саласында. Соған байланысты біздерде мектепте ішкі сыртқы системасы түгел өзгерді. Заман талабына сай мұғалімге де оқушыға да қолайлы. Соған байланысты мен осы мектеп ішіндегі көшбасшылық жұмыстар, ұлан басылардың жұмыстары барлығы мына мектептің мұғалімдері мен оқушыларының арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етеді. Сондықтан әрі қарата да осындай игі жұмыстар жалғасын табады деген сенімдемін. Ақ ниет жақсылықтың бастауы, білім бердің таңбадай қылып тастағы. Я Ляза Джангалиевна, учитель русского языка и литературы. В этой гимназии работаю с 2007 года. Свою деятельность я начала еще в старом здании гимназии. У меня был свой класс, и с этим классом мы переехали в здание новой гимназии, и мой класс является первым выпуском в этой гимназии. Наша гимназия отличается, можно сказать, от других образовательных учреждений тем, что у нас ежегодные призеры всех творческих мероприятий, победители олимпиад, научных проектов. Можно сказать, что у каждого преподавателя такой гибкий стиль преподавания, который удовлетворяет каждого ученика. И каждый из нас, благодаря системе работы этой гимназии, благодаря наставникам, может себя считать позитивным, трудолюбивым, находчивым, на одной волне с учениками, учителем. И я рада и благодарна коллективу, рада, что у меня есть очень много талантливых учеников, очень много одаренных учеников, и что я играю какую-то роль, можно сказать, определенную роль в их судьбе каждого ребенка. Бізді алға бастадың, жолым тегіс ашық болсын аспаны. Мен есімім Руслан Топиұлы. Мен осы нөмір 42-ші Ақниет гимназиясында дене шынықтыру пәнінен сабақ беріп келе жатырмын. Мен жалпы 2006 жылдан бері биыл 18 жыл болып, осы мектепте Ақниетте осы мұғалімдік жолды бастадым. Осы уақытқа дейін осы Ақниет гимназиясы үлкен мұнаға спорттық деңгейде қалалық, республикалық,
облыстық деңгейлерде үлкен нәтиже көрсетіп жүр. Айтылар әрқашанда шын жүректен, ораным болашаққа ақ ниетпен. Қалампырзарлық қызы осы Ақниет гимназиясында 2012-2013 оқу жылынан бастап көркем еңбек және графика жобалау пәндері бойынша сабақ беріп жатырмын. Осы жылдар арасында мұғалімдер арасында бірнеше сайыстарға қатысам, және оқушыларым республикалық, халықаралық байқауларға қатыстырып, барлығынан да жақсы жетістіктер көрсетіп жүр. Алаштың асқақ қылаң абыройы, көк туымды көгімде желбіресе, Ақниет жасылықтың бастауы, білімердің таңбадай қылып тастағы. Ақниет бізді алға бастадың, жолым тегіс ашық болсын аспаным. Мектеп үлкен өмірге даярлық. Оқушы білімді меңгеру ғана емес, оны игеру машықтарын, ойлану, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік алады. Ізденіп, шығармашылықпен жұмыс істеу әрекеттерін дамытады. Осы жолда алдына үлкен мақсаттар қойып, асқар асуларды бағындырып, елін мақтан тұтатын азамат тәрбиелеуде мектептің атқарар үлесі зор.